Сәлеметсіздер ме? Бүгін ашытқымен, яғни дрожжевой қамырдан пицца жасаймыз. Бұрындары пицца жасағанда қатты болып, гіртілдеп қалатын. Осы рецептпен жасағалы жұмсақ, сириядағындай қамырмен иісі мұрын жаратын пицца жасайтын болдым. Секретін білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін 1 шай қасық ашытқы, кішігірім тұз, қант, 2 ас қасық сұйық май қосып, 400 грамм ұнды 2 рет бөліп, вилкамен араластырамыз. Қою қамыр болғанша араластырып, одан соң столымызға, дастарханымызға төгіп, қолмен ақырындап ұн қоса отырып илейміз. Қатты қамыр қылып алмаймыз, ұн көп қоспаймыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болғанша илейміз. Ұнды көп алып кетпесін, байқаңыздар. Қолға жабыспайтын қамыр болғанда илеуді тоқтатамыз да, 2 ас қасық сұйық май қосып, өстіп, кішкене ішіне оттегі кіру үшін 5 минуттай осылай илейміз. Қолымызға жабыспайтын қамыр болады. Осындай жұмсақ, нәзік, үлпілдеп тұратын қамыр болу керек. Қатты қылып алмаңыздар. Сол кезде дайын пиццамыз жұмсақ болып шығады. Арнайы ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге орап 1 сағаттай уақытқа қоямыз. 1 сағаттан соң осылайынан 1 есе қамырымыз көтерілді, жұмсақ болды. Өстіп бір илеп аламыз да, 2-ге бөліп, формамызға дайындап, домалақ пішінге келтіріп жая береміз. Немесе осы тестаны, қамырды холодильникке, тоңазытқышқа қойып, келесі күні жасасаңыздар болады. 1 күн тұрса, тесто қамыр одан ары тынып, жақсы болады. Осы мөлшердегі ұнмен менде 2 пиццаға қамыр шықты. Біреуін қазір жасап, екіншісін ертеңге қойып қойдым. Немесе екеуін бірге жасасаңыздар болады. Бетін майонезбен кетчуп араластырып, жағып шықтым бетіне қамырдың. Және мен 1 кішігірім чеснок үккіштен өткізіп, немесе турап, өстіп салып алам. Оның дәмі кетіп қалады, тек қана бір аңқыған күшті иісі шығып тұрады. Сол үшін қосуларыңызға кеңес беремін. Салмасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен осындай колбаса алдым. Және маринованный қияр және моцарелла сырын қосып, бетіне жай қатты сырымыздан 80 граммдай алдым. Соны үккіштен өткізіп, бетіне сеуіп шығамын. 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут піседі. Қызара бастағанда аламыз. Қатты көп тұрғызып алмаңыздар. Видеолар аптасына 3 рет шығады. Жіберіп алмау үшін тіркеліп қойыңыздар. Осы видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Жасап көресіздер ма? Сіздерге ұнады ма? Комментарийге жазып кетіңіздер. Иісі деген аңқыған, үйдің ішіндегі иісті айтсаңызшы. Жұмсақ, кіртілдемейді. Астарыңыз дәмді болсын.